Бәріне сәлем, менің есімім Ильяс Сақатұлы, жасым 29-да, Талдықорған қаласынан келдім. Менің ата-анам әскери адамдар. Атам әскери болды. Ең үлкен әпкем әскери. Мен көзім ашқалы бері сол военный частьта тұрамыз. Үйде тәртіп қатал. Музыкаға дейін кішкене көзқараста басқаша болдым. Айтпай қойсаң қалай болады, белгілі бір басқа адамдар сияқты бір дұрыс мамандықта жұмыс істесең деген сияқты әңгімелер өте көп болды. Олар түсінбейді оны. Менің әкем қатты менің экономист болғанымды қалады. Мен сол музыканы таңдадым. Династия болып келе жатыр ғой, бәрі әскери болып келеді да, мен өзім бағытты өзгеріп жүрген сияқты музыкаға қарай тартып. Ең алғашқы менің қазіргі миссиям өзімді көрсетіп, толыққандаймын. Әр әншінің өзінің бір паспорты бар, ән. Сол сияқты өзінде бір паспортын қалам болған қалай. Менің досым, менің жан досым. Сәттілік тілеймін Ильяс. Ал, Ильяс, сәт, біз сізбен біргеміз? Біргеміз. Бір алдамайды, қайғысыз ғазиз жүрек сарламайды. Қарата сұйқым келсай мамық болар, ғашықтық сұлулықтай талғамайды. Ағшорғайшаң, басыңдай құрбыңғы сүй қалмайды арман, сәулем оу қалмайды арман. Қарағым төмен қарап назданасың, кім білсін қуаныштың азғандасын. Қосылса екі ғашық бір жерге кеп, жүректің кетермей жан жарасын. Ағшорғайшаң, басыңдай құрбыңғы сүй қалмайды арман, сәулем оу қалмайды арман. Көп рахмет. Еш нәрсе етпейді, өмір алда. Есімім Ильяс, 29 жастан, Талдықорған қаласынан келдім. Мына жерімде бір нүкте барды. Сол нүктемді қозғай алмай қалды. Сіздің дауысыңыз, сіздің жалпы мәнеріңіз. Өйткені дәстүрлі әнші болу өте оңай емес. Талабыңыз өте керемет деп айтам. Бірақ әйтсе де әлі де іздену керек, әлі де көп жұмыс істеу керек. Бір ерекше сондай өзіңіздің таңбаңыз болатындай әнші болу үшін. Көп рахмет.
мүмкін кішкене қобалжу болды ма екен, болмаса толығынан ашылып сондай өнеріңізді көрсете алмадыңыз ба? Міндетті түрде бір гран-при бірінші орын алу сайыста, кез келген сайыста ол парыз емес, ол міндет емес, былай қарасан. Өйткені көптеген әншілер Қуандық Рахымда өзінің тарихын айтып жатады. Мен тіпті ешқандай финалисті болған жоқпын деген жаңағы оқиғалар есіне түсіріп жатады ғой. Мен өзім де мысалы Жасқанат байқауынан бастадым, ешқандай орын алған жоқпын. Дегенмен де уақыт өте келе жаңағы еңбек арқылы, талант арқылы жаңағы бақ басыңызға қонады. Сол бақты уақытылы ұстап алып, ерінбей, тәкаппарлық білдіртпей, жаман мінезді ешкімге көрсетпей, өз жолыңызбен дұрыс жүріп, өз таңдаған бағытыңызбен осылай ән салып жүре берсеңіз, кім біледі ертеңгі күні сіз мысалы әбден елімізге танымал халық артисі болып шығуыңыз да мүмкін. Көп рахмет, көп рахмет. Біз бағана бұрылып жатырмыз ғой, жалпы шет елдің азаматы болсын, қай елдің азаматы болсын, қай тілде айтылған ән болсын, бұрылып жатырмыз. Бұл жерде халық түсінбей қалмасын, неге халық әніне келген кезде бұрылмай қалды деп. Бәріне айналып келгенде жүрек. Ол домбыраны алып шығып, дәстүрлі әнді айта салу жақсы, бірақ сол дәстүрлі әнді жүрекпен керемет қылып жеткізіп айту, ол тағы да бөлек мәселе. Сондықтан да Маржан ханымның сөзіне толықтай қосылам, бұл ештеңе бітті, аяқталды деген сөз емес. Өзіңнің неңді профессионалдық деңгейіңді әрі қарай шыңдай бер. Сәттілік тілейміз келгеніңізге. Көп рахмет сіздерге. Жол болсын. Көп рахмет. Саламыз. Рахмет. Міне осындай болу керек та, ренжімейді, ешкімге ешқандай өкпесі жоқ Төлеген аға, ешқандай кек сақтамай еңбек етсе, барлығы болады. Бүгін болмаса, ертең болады міндетті. Браво! Лучше. Жақсы. Келіңіздер тамызға. Енді көңілге қалайын. Көңілге тамызға, что? Сіз жүрегіңізге басып кеткен жоқ. Жоқ, кім қатар. Керісінше, өзім айтып кеткендей үшін өнерді алдында